Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай құйрықты пакетке салып маринадтап пісіру әдісін көрсетемін. Жай қазанға салып пісірген құйрық майға қарағанда осылай пакетке орап пісірген құйрық май өте дәмді әрі ерекше болып піседі. Ең алдымен құйрық майды дәл осылай бөліктерге бөліп аламыз. Құйрық майды қалың қылмай, шіле жұқада қылмай, осындай орташа етіп бөліктерге бөліп аламын. Егер қалың етіп турайтын болсаңыздар, ұзақ уақыт пісу керек болады. Ортасы пісу үшін ұзақ уақыт қайнатасыздар. Сондықтан мен осындай бөліктерге бөліп алдым. Туралып дайын болды. Енді ішіндегі маринатын жасауға кірісемін. Ол үшін мен осындай 10 шақты чеснокты блендердің көмегімен ұсақтап аламын. Сіздер ет тартқыштың немесе үккіштен өткізіп майдалап алсаңыздар болады. Дайын болған чеснокты арнайы ыдысқа салып, үстінен 1 қасық қызыл бұрыш және 2 қасық паприка салып, жақсылап араластырып алдым. Маринадымыз дайын. Құйрық майды ең бірінші маринадтамастан бұрын жақсылап тұздап аламын. Құйрық майды барынша молырақ етіп тұздай бересіздер, себебі қанша көп тұз салсаңыздар да құйрық май тек қана өзіне керекті тұзын ғана бойына сіңіріп алады. Турап болғаннан соң 10-15 минутқа бөлме температурасында тұзы сіңгенше қоя тұрамыз. Енді дайындаған маринатымды алып, үстінен жаға бастаймын. Осы құйрық майдың адам ағзасында өте пайдасы мол. Ертеректе ата-бабамыз осы көп аурулардың емі ретінде осы құйрық майды пайдаланған. Жөтелге, тұмауға, тіптен аяқ буындары қақсап ауырған кезде де осы құйрық майды пайдаланатын болған. Дәл осы құйрық майдың адам ағзасына қандай пайдасы туралы және қандай ауруларға қалай пайдалану керек туралы менің арнайы видеом бар. Каналымның астына түсіп көре аласыздар, немесе жоғарыдағы подсказка бөліміне ссылкасын тастап кететін боламын. Міне біздің құйрық майымыз маринадталып дайын болды. Енді осы майды бөлме температурасына 2-3 сағатқа маринады сіңгенше қоя тұрамыз. 3 сағаттан соң осындай пленкаға орап дайындап аламын. Орап болған соң салқын суға салып қайнатып аламын. Қайнатып болғаннан кейін баяу отта 30 минуттай пісіріп аламын. Егер сіздердікі қалың етіп туралған құйрық май болатын болса, онда оны 40 минут 1 сағатқа дейін қайнатып пісіріп аламыз. Пісіп дайын болғаннан кейін 30 минут 40 минутқа бөлме температурасына қоя тұрып суытып аламыз да салафаннан осылай алып турап жей береміз. Міне арасы толық пісіп шықты. Немесе осындай паприкаға бір аунатып алып жесеңіздер де өте дәмді шығады. Мен барлығын осылайынша паприкаға аунатып шықтым. Бұл жерде қызыл бұрышпен шатастырып алмаңыздар. Мен паприкаға аунатып жатырмын. Бізде балалар жейтін болғандықтан қызыл бұрыш араластырмадым. Міне осымен біздің құйрық майымыз дайын болды. Қыстың күні жегенге өте тойымды тіске басарлардың бірі. Егер менің видеом ұнаған болса, астындағы подписаться бөлімін басып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Алдағы уақытта күн сайын жаңа рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.